Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге бүгін восточный пирог дайындайтын боламыз. Керекті заттарды әдеттегідей төменде белгілеп өтетін боламын. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен салқын сары майды сетадан өткен ұнға араластырып, крошка дайындаймыз. Назар салыңыздар, крошкаларымыз осындай болу керек. Осы крошканың үстіне қантты, разрыхитель, жұмыртқаны, шым-шым тұзды, 20%-дан жоғары қаймақты салып, қамыр илеп аламыз. Шама келсе, қамырды қолда көп ұстамаған дұрыс, себебі құрамында май болғандықтан еріп, қамырымыз былжырақ болып кетуі мүмкін. Осындай қамыр бізде пайда болады. Қамырды екіге бөліп алыңыздар. Бұл қамыр бойынша екі пирогтың тестісі дайын сіздерде. 20-30 минутқа холодильникке жібереміз. Кейін қоспасын дайындайтын боламыз. Қоспасын дайындаймыз, көбіктап турап аламыз, барлық начинкаларды. Содан соң мед-пен, жұмыртқамен араластырамыз. Осылай мұқияттап араластырып аламыз. Кейін 24 диаметрлік формаға қамырымызды салып аламыз. Үстіне қоспамызды салып, мен қамырдың кішкене бөлігін алып қалдым, себебі кейін бетін жауып, бетін әдемілеуге керек болады деп алып қалдым. Міне осылай етіп қоспамызды әдемілеп саламыз. Қараңыздар, осылай етіп салып алдық. Сосын осындай қамырды өзіңізге арналған формада әдемілеп, өзіңіздің қалауыңыз бойынша әдемілеп қойсаңыздар болады. Мен осылай етіп жасадым. Кейін жұмыртқаның сарысымен бетін жағып шықтым. Кейін жақсы түс беріп, әдемі болып тұру үшін, пирогқа өң беріп тұру үшін осылай етіп жағып алсаңыздар болады. Дайын болған пирогымызды 180 градуста 40 минут пеште пісіріп аламыз. Қараңыздар, осындай әдемі хош иісті біздің пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, тәттіні жақсы көрсеңіз, дайындаңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, жаңа видео күтіңіз.